Жамбыл облысына арнайы сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Күлдара Нұрымова Байзақ ауданына қарасты Қызыл Жұлдыз ауылындағы дәрігерлік амбулаторияның жай-күйімен танысты. Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы аясында бой көтеріп жатқан амбулатория құрылысы 2024 жылдың сәуір айында басталған болатын. Бүгінде медициналық нысанның құрылысы толықтай аяқталған. Амбулатория 60 келушіге арналған. Мұнда 3 дәрігер, 13 орта буын медицина қызметкерлері, 1 әлеуметтік қызметкер мен психолог жұмыс жасайды. Амбулатория жұмысымен танысқан халық қалаулысы Қызыл Жұлдыз ауылында 5 мыңға жуық тұрғын бар екенін ескеріп, медицина мамандарына сапалы қызмет көрсету қажеттігін тапсырды. Президент өз сұхбатында ауылдық жерлерде медициналық нысандарды салу қажет екенін айтты. Бұл өте осы ауылдық тұрғындарға өте қажет. Осындай заманауи дәрігерлік жануарлық амбулатория. Ауылдық медицинаны модернизация жасау жоба бойынша осы дәрігерлік амбулатория салынды. Өте заманауи нысан, өте заманауи мынандай жабдықтармен қамтамасыз етілген, өте ыңғайлы, ауылдық тұрғындарға өте ыңғайлы осы дәрігерлік амбулатория. Тілге тиек ете кетерлігі өткен жылы Жамбыл облысында партияның сайлауалды бағдарламасы аясында 21 денсаулық сақтау нысаны пайдалануға берілді. Сондай-ақ 2 қалалық медициналық мекеме күрделі жөндеу жұмыстарымен қамтылды. Бюджет қаражаты есебінен 5 миллиард теңгеге 18 бірлік медициналық диагностикалық техника, 38 санитарлық машина сатып алынды. Бұл ретте диагностиканың жедел жәрдем жұмысының сапасы мен ауылдық жерлерде медициналық қызметтердің қолжетімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Неврологическийде 8 жыл учетта тұрғанына көп келем, аптасына 4-5 мәрте. Халық көп келеді, симайды, халық дәрігерлерді үлгермейді. Мана ашылып дегенге қуанып отырық. Бәрі жақсы, құрал жабдықтар жақсы, әдемі, жаңа бәрі. Өте қуаныштымыз. Нәтижесінде денсаулық сақтау ұйымдарының тозу деңгейі 42,7%-дан 40,3%-ға дейін төмендеп, медициналық жабдықпен жарақтандыру деңгейі 96,7%-ға жетеді. Ал биылғы жылы өңірде сайлауалды бағдарлама аясында 7 медициналық нысанның құрылысы басталды. Оның ішінде Байзақ, Қордай және Сарысу аудандық ауруханалардың құрылыстары бар. Тахминат Әліпжан, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 7/7 News.